Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз таңғажайып және пайдалы нәрсе саумал туралы айтатын боламыз. Саумалды 10-15 минуттың ішінде ішілмесе, адамға зиян болуы мүмкін екенін білесіз бе? Онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен саумал деген не? Бұл бізге ежелден келе жатқан денсаулық сақтау жүйесінде берік орныққан дәстүрлі тәжірибе. Саумал ораза ұстау процесі. Бірақ сіз ойлағандай емес, бұл тамақтан бас тарту емес, ақылмен және мақсатпен ораза ұстау. Саумал ағзаға қалай әсер етеді? Бұл жаттығу кезінде дене тазарту және қалпына келтіру режиміне өтеді. Бұл біздің жасушалардың жаңару мүмкіндігіне ие болатын және ағзаларымыздың демалуға мүмкіндігі болатын уақыт. Зерттеулер көрсеткендей, саумал жалпы денсаулықты жақсартуға, иммундық жүйені ынталандыруға, тіпті энергияны арттыруға көмектеседі. Енді саумалдың пайдасын айтайық. Саумалдың адам ағзасына өте көп пайдасы бар. Жылқы сүті, яғни қымыз жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттерінің арқасында әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды. Құрт ауруларын алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Ал саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы екен. Салданудың да алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып нәрлі етеді. Демек емізулі балаға да пайдасы орасан зор. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырларды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады. Бүйрек пен бауырды қанықтырып, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, ұйқысыздық, ішектегі жара сияқты аурулардың бірден-бір емі. Қымыз адамның физикалық жағдайында да күшейтумен қатар, тәбет ашып, ас қорытуды жақсартуға ықпал етеді екен. Бие сүті тек адам ағзасына ғана емес, түрлі дертке шалдыққан малдарға да пайдалы екені расталған. Мал дәрігері мамандарының айтуынша, қымызды бұзаулардың, балапандары мен тауықтардың аш ішегіндегі қабыну белгілері байқалғанда, ірі қара малдың асқазаны әлсірегенде, тауық балапандарына А және Б дәрумендері жетіспегенде, сауын сиырлардың іріңді желінсау ауруына ем ретінде қолдануға болатыны көрінеді. Бұл тәжірибе қабынуды азайтуға, қандағы қант деңгейін жақсартуға, салмақ жоғалтуға және тіпті мидағы когнитивті функцияны жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар көптеген адамдар ұйқының сапасы мен жалпы сергектік сезімін жақсартты деп хабарлайды. Видеоның басында айтып кеткендей, саумалды 10-15 минут ішінде ішілмесе, адам денсаулығына қандай зиян тигізетіні туралы айтайық. Саумалға екінің бірі қола жете бермейді. Оны белгілі бір қалыпта ұстап тұруда қиын. Бие сауғаннан кейін 10-15 минуттың ішінде ішілмесе, сүт өзгеріске ұшырайды. Ол сізге ем болмайды. 15-20 минуттан кейін қышқылы көтерілуіне байланысты саумал асқазанға ауыр болуы да мүмкін. Оның құрамындағы витаминдердің өзгеруіне байланысты асқазандағы қышқыл көтеріледі де адамның іші жүруі немесе құсуы мүмкін. Саумал әлеміне қызықты саяхатта бізбен бірге болғаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіз пайдалы ақпаратпен шабыт таптыңыз деп үміттенемін. Көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басуды, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар арнасы.